Жаңа монеталар айналымға шықты. Сәлеметсіз бе? Қазақстандағы соңғы ресми жаңалықтарды бірінші болып білу үшін лайк түймесін басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Жаңа монеталар айналымға шықты деп хабарлайды бүгін KZ тілшісі Казинформ сайтына сілтеме жасап. Бүгін Қазақстан ұлттық банкі банкнотадағы портреттер сериясынан Әл-Фараби, Құрманғазы және Сүйінбай коллекциялық монеталарын айналымға шығарды. Монеталар 8 желтоқсанда Казкоинс National Bank KZ интернет дүкенінде сатыла бастайды. Жаңа монеталар 1993 жылға үлгідегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы банкноталарының бірінші сериясының портреттік бейнелеріне арналған. Онда көрнекті тарихи тұлғалар ғалым Әл-Фараби, айтыскер ақын Сүйінбай Аронұлы, күйші Құрманғазы, ғалым әрі этнограф Шоқан Уәлиханов, ақын әрі философ Абай, сондай-ақ қазақ хандары Әбілқайыр мен Абылай бейнеленген. 2011-2013 жылдары Әл-Фараби, Құрманғазы және Сүйінбай коллекциялық алтын монеталар айналымға шықты. Коллекционерлер мен халық тарапынан болған сұранысты ескере отырып, серия күміс және незілбер қоспасынан жасалған монеталармен толықтастырылып отыр.